Мен қазақ әйеліне қайран қалам, жайнаған, жалындаған, жарқылдаған, қатынның шашы ұзын, ақылы қысқа дегенді айтын екен қайран бабам. Ашыққанға нан арман, адасқанға таң арман, ауырғанға жан арман, 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 сан арман. Міне осы халық арасына кең тараған жыр жолдарының авторы, қазақтың ақиық ақыны Жұбан Молдағалиев ағамыз. Ол биыл 100-ге келді. 90-шы өткен ғасырдың екінші жартысында жалпы қазақ өнері, мәдениеті, әдебиеті керемет даму, шырқау үстінде болды. Сол әдебиеттегі ең көрнекті өкілдердің бір емес бірегейі Жұбан Молдағалиев болды. Оның «Мен қазақпын», «Жесір тағдыры», «Кісен ашқан», «Қиял қанаты», «Жыр туралы жыр», «Қыран дала», «Сел», «Байқоңыр баспалдақтары» поэмалары қазақтың ұлттық әдебиетіне алтын қаріппен жазылған туындылар. Міне осы ағамызбен мен де мақтаныш тұтам, шығармашылық байланыста болып, араласып, аз уақыт болса да біз бірге, мен ол кісінің поэмасына «Байқоңыр баспалдақтары» деген оратория жаздым. Бұл 7 бөлімді шығарма болатын. Жеке әншілер, аралас хор, симфониялық оркестр арналған, үлкен симфониялық оркестр арналған шығарма болды. Ол кісі сондай бала сияқты қуанып, мені қолдап, қуаттап, сондай о кезде әрине біз жас болдық. Мен анық айта аламын, сол менің өмірімдегі ең бірінші үлкен шығармашылық жетістік әкелген, маған көңіліме қуаныш әкелген осы шығарма болды. Енді Жұбан ағамыздың жалпы шығармашылығына келетін болсақ, ол бір үлкен бір дүние деп есептейік, үлкен бір төбе деп есептейік. Бірақ ол кісінің азаматтық қасиеті, ұлттық болмысы ерекше болды. Сіздер білесіздер, 1986 жылдың 31 желтоқсанында Колбин бастаған топ Қазақстан Жазушылар одағына келді. Сонда жиналыс болды, үлкен жиналыс. Сонда сөз алып, бірінші Жұбан сөйледі. Ол сөйлеген сөзінің енді мағынасы мынандай: мен көпті көрген адаммын, жас жағынан, бас жағынан. Қазақ халқы деген сөзіне, ісіне, сертіне берік халық. Қазақ халқы ешқашан ешкімді сатпаған. Ал мына жағдайларыңыз не? Мына жастардың қандай кінәсі бар? Ұрып соғып, жарақаттап, масқара ғой бұл. Мен майдангер адаммын, соғысты көргенмін, қанды көргенмін. Мен осыны көрмей, сол майдан даласында өлгенім жақсы еді деген сөзі халық арасына тарап, халыққа көп күш қуат бергені есімде. Сондықтан бүгін ауыз толтырып айтамыз, биыл деген ақын Жұбан Молдағалиевтің жылы деп. Рахмет. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген, жөргегімді таныстым мұң тілімен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Мен қазақпын, ажалсыз анамын мен,
құрсағыма сыйдырдым даланы мен, пәк сәбимін бесікте уілдеген, дәуірлермен құрдаспын, данамын мен. Мен жігітпін, айқасқа, сынға асықпын, жүрегі бар кеудемде шын ғашықтың, жанар таудай жойқынмын жұлқынғанда, шарықтасам қыран боп шыңға шықтым. Тақтар өшті, елімді елсінбеген, шақтар өшті, меңдейді менсінбеген, атым бар да жоқ еді фамилиям, енді о да бар, онда сенсің берген. Қандай дүние жетеді балауына, бәрі сенсің жан отан қалауыңа. Өз бейнеңдей әлемге тұр танылып, Қазақстан вербі де жалауда. Мен қазақпын, биікпін, байтақ елмін, қайта тудым өмірге, қайта келдім. Мен мыңда бір тірілдім мәңгі өлмеске, айта бергім келеді, айта бергім.